9-шы тақырып. Аспан әлемінің құпиясы. 3-4 сабақ. Аспан әлемін зерттеген ұлы көшпенділер. 3 тапсырма. Көшпенді түркілерді әрқашан аспан әлемінің құпиясы қызықтырған. Кең далада өмір сүрген ұлы көшпенділер ежелден аспан әлемінің құпиясын меңгерген. Техника жоқ кезде қазақтар аспан денелерінің қозғалысын білген. Аспан әлемін бақылайтын адамдар болған. Аспан, жұлдыз әлемін бақылайтын адамдарды жұлдызшы деп атаған. Қазақ жұлдызшылары ежелгі дәуір мен орта ғасырда аспан денелерінің қозғалысын бақылаған. Ондай жұлдызшылар ежелгі Мысырда, Үндістанда, Грекияда да болған. Олар аспан құбылыстарын зерттеген, күнтізбе есебін жүргізген. Ежелгі түркі жұлдызшылары Жеті қарақшы, Үркер, Темірқазық, Қоңырқай, Таразы жұлдыздарын ашқан. Жұлдызшылар ауа райын, көктемнің келуін, жаздың шығуын болжаған. Бұл мәліметтер көшпелі түркілер үшін өте маңызды болған. Көшпенділер жұлдызшылардың бақылауын тұрмыста пайдаланған. Кейбір жұлдызшылар астрологиямен айналысқан. Қазақтар ұлы түркілердің ұрпағы. Қазақтар жазда жайлауға көшіп, қыста қыстауда тұрған. Қазақстан археологтары орталық Қазақстандағы Жанғабыл өзенінің маңынан 8-10 ғасырларда өмір сүрген жұлдызшының зиратын тапқан. Зиратта жұлдыз тас, метеорит болған. Зираттың жанына гранит мүсін қойылған.